Енді отбасыңызға немесе қонақтарыңызға бешбармақтың етін сағаттап асып тұрмай, дәл осы мен ұсынған әдіспен етті дайындап көріңіздерші, өте сочный, күшті болып шығады. Барлықтарыңызға ұнайды, ең басты жаңа дәммен таныс боласыздар. Еттің жұмсақ жерін осылай дәл видеода тураймыз. Мен етті ірілеу қылып турадым. Сіздер қалауынша жіңішке қылып турасаңыздар болады. Сарымсақты көбірек саламыз, дәміне қарай тұзды, қара бұрыш салып барлығын жақсылап араластырамыз. Енді осы етті құрақ табаққа саламыз, ешқандай май құймаймыз. Етті салғаннан кейін үстіне пиязды саламыз. Пиязды мен көбірек салдым. Кейін үстіне сары майды саламыз, және де 100 граммдай салқын суды құйып, бетін пергамент қағазымен жауып, қақпағын жауып, 10 минуттай қатты отқа қоямыз. Кейіннен оттың астын баяу басып, 2 сағатта етті бұқтыратын боламыз. Енді мен сіздерге ас үйде көмекшімен таныстырғым келеді. Мен осындай арнайы қамыр жаятын машинкам бар. Қамырды қалыңнан бастап жұқаға дейін жайып береді. Біркелкетіп әдемі керемет болып шығады. Және де қосымша тағы да осылай оңай алып салынатын насаткалары бар. Осындай кеспе көжеге арналған лапшаны кесіп алсаңыздар болады, немесе осындай лагманға арналған кеспені де кесіп алсаңыздар болады. Өте оңай, сіздерге де кеңес беремін. Енді қайнап тұрған суда біз дайындап қойған осылай қамырларымызды қайнатып аламыз, яғни пісіріп аламыз. Пісіргеннен кейін осылай арнайы сүзіп алғаннан кейін еттің бізде арнайы өзінің бөлек осындай сөлі шығады. Осының сөлін үстіне құйып, жақсылап қамырымызды араластырамыз. Бар жана май тию керек. Енді дайын болғаннан кейін етімізді үстіне жайғастырамыз. Міндетті түрде осы әдіспен дайындап көріңіздерші, өкінбейсіздер, өте дәмді ерекше болып шығады. Кәдімгі тушенканы жегендей боласыздар.